Бір күні әкесі мен ұлы есекпен қаланың шам басқан көшелерінің бірінің бойында келе жатады. Әкесі есектің үстіне отырады, ал баласы есектің жүгінен ұстап ертіп келеді. Кенеттен: «Байғұс баланы аясаңшы, есекке әрең еріп аяқтары шаршап келеді ғой», дейді көшеде кетіп бара жатқан бір жүргінші есектің үстінде отырған баланың әкесіне. Бұл сөздер әкесінің көңіліне тиіп, біраз жер жүрген соң есектен түсіп, баласын отырғызады да, өзі есектің жүгінен ұстап, жол бастап жүріп кете береді. Сол сәтте көшеден өтіп бара жатқан бір жүргінші бұл көрініске таң қалып: «Бұл не сұмдық? Жас баланы патша секілді есектің үстіне отырғызып алып, кәрі әкесі зорға жаяу жүріп келеді», дейді. Бұл сөзге қатты налыған баласы әкесіне есектің үстіне оның да отыруын ұсынады. Осылайша екеуі де есектің үстінде кетіп бара жатқанда, алдарынан бір әйел адам шығып: «Мұндай сұмдықты кім көрген? Бейшара жануарды сонша қорлап, екеуі де мініп алғаны жөн бе екен? О, байқұс жануар-ай!» деп айтып қалады. Әкесі мен баласы еш үн қатпастан есектің үстінен түсіп, бірнеше қадам жасай бергені сол-ақ еді, алдарынан тағы бір кісі шығып: «Мына масқараны қараңдар, есекті көлік ретінде пайдаланбаушы ма еді? Бұл есек сендерге еш пайдасын тигізбей ме?» деп әбден күледі. Елдің сөзінен шаршаған әкесі баласының иығына қолын қойып: «Біз не істесек те біздің ойымызбен келіспейтіндер қашан да табылады. Сондықтан біздің қалай саяхаттайтынымызды өзіміз шешкеніміз жөн деп ойлаймын», деген екен.